Asqaqtaq tağım, el oynap gülüm, kүй tartır gülüm. Kol жетті mene аңсаған күнге, жасай бер жасау қазағым менің. Қазақстаным жасыл орманым, қуанышымды жасыра алмадым. Аңсаған бабам, аңсаған едім, бостандық еді ол асыл арманым. Елім менің аңсаған, тас бұғаудан босаған, берік болсын ол ауың ой, берік болсын ол босаған. Babamның қаны, анамның жасы, сіңген бұл далам қымбатсың маған. Береке бірлік қамалдың басы, ұрпаққа мәңгі тілғар шыдамам. Күйінсін жауын, сүйінсін досым, жиылсын қауым, құйылсын көшін. Ертеңі күшін аянба елім, ояншы елім, жиылсын елім. Ұрпақ үшін, ел үшін, ата мекен жер үшін, береке мен бірлігің ол, тас емессің ол ырысың. Ұрпақ үшін, ел үшін, ата мекен жер үшін, береке мен бірлігің ол, тас емессің ол шын таңылдық міне біз, елін сүйген елбасы деп білеміз. Тең аталып Қазақстан, Нұрсұлтан, Нұрсұлтан мен Қазақстан тұр егіз. Күнге беттеп бара жатыр көш жүріп, елдің даңқы бар жаһанға естіліп, елбасыны құрметтейтін ерекше армысыздар, ақпейілді көпшілік. Азаттық пен елге қонды тосқан бақ, қазақ елін мойындауда достаңдап, елбасының еңбегімен нұрлына қазағымның мерейі тұр аспандап, елі үшін олжа алып қиырдан, ықпаған ес ауыртпалық қиыннан, мерекеңіз құтты болсын көпшілік, елбасының құрметіне жиылған. Dear friends, we live in the most beautiful republic, in which the most beautiful, most responsible and intelligent people live. Kazakhstan is a mysterious desert and beautiful forest, high mountains and fast rivers, emerald lakes and endless seas, untouched nature reserves and national parks, amazing traditions and forgettable ancient architecture. Дорогие друзья, празднование Дня первого президента не случайно. Нурсултан Абишевич Назарбаев внес неоценимый вклад в становление, развитие и процветание нашего государства. Қазақстан мемлекетінің тұңғыш президенті күніне арналған мерекелік салтанатты жиында ашық деп жарияланады. Қазақстан Республикасының гимні шырқалсын. Алтынның аспаны, алтынның даласы, ерліктің дастаны, еліні қарашы, ержердің ерлігін даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлім болып, егілімін, жарым болып,
tәуелсіз елім бар, қарсы алған уақытта мәңгілік досындай, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Менің елім, гүлім болып, егілемін, жарым болып, көңілемін елім, туған жерім менің, Қазақстаным. Менің елім, гүлім болып, егілемін, жарым болып, көңілемін елім, туған жерім менің, Қазақстаным. Ендігі сөз кезегі мектебіміздің басшысы, педагогика ғылымының кандидаты Мушрапилова Замзагүл Төлеубек қызына беріледі. Құрметті қауым, сіздерді 1 желтоқсан Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл күн барша отандастарымызды ынтымақ пен бірлікке бастайтын күн. Қазақстан мемлекеттілігінің негізін қалаушы, еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жан-жақты сараланған ішкі және сыртқы саясатының арқасында еліміз дамудың ілгерілеу мен өркендеу жолымен келеді. Қазақта тарихты тұлғалар жасайды деген сөз бар. Әр ұлттың өзіндік тарихын қалыптастырған ұлы тұлғалар болады. Олар қаншама уақыт өтсе, сол ұлттың данасы ретінде санаға бекіп, адамзаттың ортақ азаматына айналады. Бұл ретте егемен Қазақстанның негізін салудың және нығайтудың тарихи миссиясы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолында болды. Қадірлі ұстаздар мен оқушылар, құрметті ата-аналар, 1 желтоқсан біздің тарихымыздың жаңа ақ парағы ашылған күн. Тәуелсіздікті тұғырына қондырған, елді ерлікке жеткізген ұлт көшбасшысы 1 желтоқсанда ел тізгінін ұстады. Тұңғыш президенттің бастамаларына қолдау жасай отырып, еліміз көп биікті бағындырды. Мемлекетіміздің әлем елдері арасындағы абыройы уақыт санап артып келеді. Мұның барлығы да бүгінгі тәуелсіздігіміздің тұғырлы ету жолындағы тұңғыш президентіміз елбасының есел еңбегінің, көреген жасампаздығының жемісі. Осынау ел халқының бірлігі мен берекесін ұлықтап, мемлекеттің мерейін асыратын мереке күні сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға бақ пен береке, шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін. Аман болыңыздар. 1 декабря 1991 года первый раз в истории всенародно избрали президента Казахстана. Его дальновидная политика вывела Казахстан на новый уровень, на передовые позиции в Центрально-Азиатском регионе СНГ. 2012 жылы 1 желтоқсан Қазақстандағы алғаш рет тұңғыш президент күні мемлекеттік мереке ретінде аталып өтті. Елбасына деген ел құрметін айрықша айғақтауға арналған бұл мерекенің дәстүрлі іс-шараға айналуға орны бар екенін шынайы сезіммен айтамыз. Әже, қалқам, көптен бері ұйқымға ашып меңзем болып жүрмін. Тұздыққа тәбетім ашылып жүргендей, оның үстіне бүгін бір бұрын-соңды көрмеген түс көрдім. Түсімде төрде тұрған боз кілемнің үстінде қоңыр белбеулерім отырып тұр екен. Онысы несі мүмкін, сіз білерсіз? Алтыным, 6 жылдан бері көтере алмай, жаңағы біздің ұрпаққа бір сәби келмеп еді. Сол сәбидің бізге беріп атқан бір Алланың бір несібесі шығар, қалқам. Ұл берсе де, қыз берсе де, жаңағы денінің саулығын берсін, амандығын берсін. Бәлкім Назарбаевтың немересі Әбіштің ұлының ұрпағынан бір бастық әлде басшы шығар, қалқам. Амин, апа. Bismillah. Al. Tas sosundan koyuyor. Gel balam, gel sos içeceğiz. Қант деп айтшы қане? Қант. Қант үстем. Сосын ішеміз. Қайда кеттің балам? Қабат деген дәмін ал балам. Бұны қайда емін? Ағаның сізен. Бұнаны бұлай бермейді, бұны бұлай бересің. Қара? Осылай бересің. Көрдің бе?
Ассалаумағалейкум көке, Алейкум ассалам. Кел балам отыр. Жаңа неспен айтып жүрсің? Көке, мен сізге бір жақсы жаңалықпен келдім. Ол қандай жаңалық? Оқуға түссем деп едім. Әрине сіздің рұқсатыңызбен. Балам оқу дейсің бе? Қазір біздің жасымыз келді. Одан да үйге қолғабыс бол бізге. Оқудың не басың? Әке, бірақ менің жоғары оқу орнын оқуым келеді ғой. Мен жалпы оқуыңа қарсымын мен сен. Жарайды әке. Сіз маған қолғабыс бола ма десем? Құрметті біздің барша қазақстандықтар, қадірлі отандастар, сіздерді бүгінгі тәуелсіздік мейрамымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер ағайын. Nursultan Abishevich Nazarbayev is the very first president of the Republic of Kazakhstan. Under his leadership, Kazakhstan became an independent and self-sufficient state. Пусть солнце льется на твои просторы, в богатстве недр и золота зерна. Пусть высится, как снеговые горы, для мирных дел казахская земля. На сцене Ки Олграун. Let the sun pour over your open spaces, in the wealth of the bowels and the gold of the grain. Let the rise like snowy mountains, for peaceful fares the Kazakh land. Азаттық теңдік әлемі шаттыққа елді бөледі, тағдыры тарих өрелі, көк тудың желбірегені. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сияқты талантты тұлғаның халқын сүйетін ұлтжанды азаматтың тұрғанын көрмеу, оны сезбеу мүмкін емес еді. Мемлекет басшысы бұл тұрғыдағы тұжырымдарын биік мінберлерден сөйлеген сөздерінде қалың елі қазағына тебірене тұрып, мен үшін елімнің дамыған елдерінің сапына тұрғызып, санатына қосудан үлкен мақсат жоқ десе, қазақтың өзінің ұлттық қасиеттерінің қайта қалыптасуына қамқорлық жасау президенттік те, перзенттік те парызым деген болатын. Казахстан – единое многонациональное государство. Развитие и процветание Казахстана – это колоссальный труд президента. Нурсултан Абишевич Назарбаев – это политический деятель мирового масштаба. Прогресс Казахстана за годы независимости стал возможен благодаря лидерству президента. Республику отличают высокие темпы экономического роста, стабильность совершенно нового становления общества. President and the entire Kazakh people, may the star of our state shine brightly and high, so that every Kazakhstani believes in its guiding power. Елін сүйген елі үшін жаралып, сол кісідей болса болсын әр алып, адамдықтың аласармас үлгісі бір өзінен жатқан үшін таралып, бүгін тұңғыш президенттің күніне әсем әнді шырқата бір салалық. Елбасына арнау. Қазақта өлең деген жауһары бар, өлеңде арнау деген гауһары бар. Мен қазақ деген әрбір текті ұлдың жақсыға арнау айтар қауһары бар. Жырласам жақсылықты жырла тілім, жақсыға ашылады көңіл гүлім. Кешегі абылайлар ізін басқан, елбасыға арналар бүгін жырым. Үш қоңыр баурайының белін бескен, әбіштей әкесі әділ өмір кешкен,
Нұраға халық үшін жасарыстың бәрінде бесенеден біліп өскен. Жас елдің желбіретіп туын көкке, жанарың жас Нұрсұлтан тіккен өрге. Сол сәттен қазақ деген ұлы елдің бақыты мамыражай шөккен көкте. Далаға қала салды қарыштатты, өйткені есілер ғой намыс қатты. Солшылдық саясатты жою үшін көненің жамандығын жаныштатты. Қазақта Абай деген ақын адам, даналық даңғылында хәкім адам. Абайды сүйіп өскен, әлем білген, елбасы өз еліне жақын адам. Музыкальный номер. Тұрсынғалиұлы Бақытжан с песней «Туған жер». Алыс кетсем мен сен аңсап жүрем, сағыныштың сазымен ән сап жүрем туған жер. Ауылымның төтін қымбат маған белдер айын қақтаған туған жер. Туған жер өзің дегенде жүрімін әр кез елеңдеп, бір сөзі билеп барадай жүрегім дүрсіл қағадай. Туған жер өзің дегенде жүрегім әр кез елеңдеп, бір сөзі билеп барадай жүрегім дүрсіл қағадай. Көзі тартып жайнайдай далаң гүлден, қадіріңді қашанда болаң білген туған жер. Бұл өмірге шіркін-ай не жетеді-ау, құшағымда әкеммен анам жүрген туған жер. Туған жер өзің дегенде жүремін әр кез елеңдеп, бір сөзі билеп барадай жүрегім дүрсіл қағадай. Туған жер өзің дегенде жүремін әр кез елеңдеп, бір сөзі билеп барадай жүрегім дүрсіл қағадай. Сенсіз ән күй жанға саз береді ме, жанар қалсам сәл ғана керегіңе туған жер. Сенсіз көрген жарығым суға қанды, сенсіз көрген қызықтың керегіне туған жер. Туған жер өзің дегенде жүремін әр кез елеңдеп, бір сөзі билеп барадай жүрегім дүрсіл қағадай. Туған жер өзің дегенде жүремін әр кез елеңдеп, бір сөзі билеп барадай жүрегім дүрсіл қағадай. Бір сөзі билеп барадай жүрегім дүрсіл қағадай. Свободен, величествен и первоздан, звезде подобной средь земель и стран. Күй, счастье ты наигрываешь звонко, родной мой лучезарный Казахстан. Free, majestic and pristine, like a star among lands and countries. Key of happiness you play loudly, my dear radiant Kazakhstan. Ел тынысын тереңінен танып кең, шарапаты бар адамға дарып тең, елбасының есімі бұл тарихта қалар анық, өшпес алтын әріппен. Жайлау, көкті кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Маңдайыңа сипап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсең атамекен, көкейімде жатады екен, күннің көзі ұясына қимай оны батады екен. Жасыл жайлау, көкті кілем, көк кілемде көп ойнаймын.
қайда жүрсең атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің көзі ұясына қимай оны батады екен. Жасыл жайлау, көкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Айнұрым, ойнырып сәулесі, қазағымның махаббаты деп білем. Қайда жүрсең атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Жасыл жайлау, көкті